Барса келмеске кірген сәттен бастап уақыт тоқтайды. Ал шыққан кезде сен тірі болмайсың. Бұл видеодағы кейіпкер қайтып келді, бірақ оның жаны ол жерде қалып қойды. Барса келмес жайлы не білесің? Барып қайтып келгендер не айтады? Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Оңтүстік Қазақстанның шетінде картада аты бар болғанымен ешкім барғысы келмейтін бір аймақ бар. Ауыл адамдары оны барса келмес деп атайтын. Бұл жер жайлы үлкендер ешқашан ашық айтпайтын. Тек ол жаққа барған адам қайтып келмейді деп қысқа қайтаратын. Ержан 19-да еді. Университетке түсе алмаған, ауылда бос жүрген кезі. Бір күні ол ескі шопаннан естіді. Бұл жерде ауыл болған. Бір түнде бәрі жоғалып кеткен. Осы сөз Ержанның ішіне шоқ тастағандай болды. Ержан екі досын ертіп алды. Нұрбек пен Аян. Үшеуі таң атпай жолға шықты. Телефон, камера, фонар бәрі дайын. Барса келмеске жақындаған сайын ауа өзгере бастады. Құстардың дауысы өшті. Жел де соқпай қалды. Бір түрлі тыныштық қой деді Аян сыбырлап. Камера қосулы тұрсын деді Ержан. Алғашқы белгі жартылай құлаған үйлер, бірақ ең қорқыныштысы еш жерде адам сүйегі де қан да жоқ. Бәрі жай ғана өшіп кеткендей. Ауылдың ортасынан қара асфальт жол өтеді, бірақ ол картада жоқ. Жолдың бойында ескі белгі тұрды. Онда бір ғана жазу бар: артқа қайт. Нұрбек күлді. Біреулер қалжыңдаған шығар. Сол сәтте камера өзінен өзі өшіп қалды. Телефонда желі жоқ. Уақыт көрсеткіші айналмай тұр. Ал жол оларды өзіне тартып тұрғандай еді. Түн түсе бастады. Кенет алыстан бала жылағандай дыбыс естілді. Бала, бұл жерде ешкім жоқ қой, деді Аян. Жылау жақындап келе жатты, бірақ ешкім көрінбеді. Сосын дыбыс үш жақтан бірдей шыға бастады. Ержан артына қарады. Нұрбек жоқ. Нұрбек! Жауап болмады, тек жылау. Нұрбекті іздеп жүргенде олар бір үйдің ішінде айна көрді. Айнада Ержан мен Аян емес, артында тұрған біреу көрінді. Ол адамның беті жоқ еді, тек қара көлеңке, көз орнына қара тесік. Аян айғайлап жіберді. Сол сәтте айна жарылып кетті. Ал Аян сол жерде құлап қалды. Бірақ денесі бірте-бірте қара түске айналып, жерге сініп кетті. Ержан жалғыз қалды. Ержан жолмен қаша жөнелді, бірақ жол бітер емес. Бір кезде ол ескі мешіттің қирандысын көрді. Ішінде қабырғаға қашалып жазылған сөздер бар. Бұл жер тірілерге арналмаған. Кім кірсе, сол бізбен қалады. Сол сәтте Ержан артынан таныс дауыстар естіді. Нұрбек, Аян. Бірақ дауыстары өлідей суық еді. Ержан көзін ашқанда ол ауыл шетінде жатты. Таң атып келеді. Адамдар оны тауып алған. Жалғыз өзің бе, деді біреу. Ержан басын изеді. Ол тірі қалғанына сенбей тұрды. Бірақ бір нәрсе дұрыс емес еді. Телефондағы видеоны көргенде камерада 3 емес 4 адамның тұрғаны анық көрінді. Ал 4-шісі Ержанның өзі, бірақ көзі қара. Сол күннен кейін Ержан өзгерді. Айнаға қарамайтын болды. Түнде біреу оны шақыратындай сезінетін. Ал ауылдың шетінде барса келмеске апаратын жолда жаңа бір белгі пайда болды. Ержан қайтып келді. Бірақ ауыл адамдары бір нәрсені түсінді. Ол Ержан емес еді. Ал барса келмес әлі де адамдарды күтіп тұрады.
Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.